Әулиелерден қалған асыл сөздер. Иманым болаттай берік болсын десең, жүрегің қауырсыннан жұмсақ болсын. Мәлім шәкірт әулие пірінен дүние деген не деп сұрайды. Әулие оған, сені Алла жолынан тосатын әрқандай нәрсе дүние делінеді деп жауап береді. Сау бол деп қоштасып айырылысу бірін-бірі көзімен сүйгендерде болатын құбылыс. Ал бірін-бірі жүрек және жан рухымен сүйгендерде айырылысу деген нәрсе болмайды. Үзілмей жалғаса беретін баянды сұлулық жүректің сұлулығы ғана. Бұтхана, шіркеу, мешіттерден Алланы іздедім, таба алмадым, бірақ оны жүрегімнен таптым, Алла жүректе. Төзімділік дегеніміз босқа күтіп отыру емес, сарғаю емес, жоқ, олай емес. Төзімділік дегеніміз алдын ала көре білу, тікенге қарап, роза гүлінің шығатынын білу, түнге қарап, күндіздің келе жатқанын білу. Ғашықтар сабырлы келеді, олар айдың толуына біраз уақыттың керек екендігін түсінеді. Неге өзіңізді түсіндіріп, әуре боласыз? Сізге кесім жасап отырғандар тек өздерінің әйнегімен қарап отыр емес пе? Үндемеңіз, оларға көрсетіңіз. Әр күні өмір өше береді, бірақ үмітің өсе береді. Бұл неткен қызық формула десеңізші. Махаббатсыз өмір, бос өмір. Қайсы махаббатты іздеймін деме, махаббатта таңба жоқ, анықтама жоқ. Ол сондай қарапайым әрі кіршіксіз. Тәніңді тиім және оразамен тазаларсың, бірақ жүрегіңді махаббат қана тазалай алады. Көңілсіз болма. Қиналуда бір нығмет, Алла оның ішіне зор рахымын жасырған. Жылай бер, жаста киі бар, ол әлсіздік емес, ол күштілік белгісі. Жас барда Алла рахымы бар, ол жылатар. Жасырын тілек тіле, дұға ет, жыла, мұңай, жеті қат көктен бір үн келер, жүрегің жараланса, жаман іс емес, себебі Алла мен жаралы жүрекке ең жақынмын дейді. Әр сәтте Алладан мың хабар бар, әр рет о Алла деген жылауға, ол мен мұндамын деп 100 рет жауап берер. Әр жолы жалғыз қалғанда біліңіз, Алла барлығын кетіріп жіберіп, ол тек сізбен ғана қалды, сөйлесіп алыңыз. Мейлі қалай бүркенсеңіз де, Алла сізді біледі, ол сіздің әлі айтпаған сөздеріңізді естіп болған. Сағыныш бар сырдың өзегі, ол ем шипа әкеледі, бірақ онда бір ғана заң бар, аңсаумен қиналасыз, нәпсіңіз сынады, ал қалауыңыз іске асар кезде құрбан боп кетеді, осыған шыдайсыз ба? Сенің маған деген сағынышың, менің саған жіберген хаттарым, ал сенің маған жетпекші болған барша ұмтылысың, ақиқатында менің саған жетпек болған ұмтылысым еді. Байлық дегеніміз дүниеге бай болу емес, бірақ жаныңның бай болуы. Сүйген нәрсеңе қол жеткізу үшін, ең әуелі жек көретін нәрсеңе сабыр ет. Елдің барлығы белгілі біреу болғысы келіп, шапқылап жүрсе, сіз белгісіз біреу болуға шапқылаңыз. Жарық және жылу беретін шырақ болу оңай емес, ол үшін әуелі сіз өзіңіз күйіп жануыңыз керек. Қақсаң, ол қақпаны ашар, жоғалсаң, ол аспанда күндей жарқыратар, құласаң, ол көкке көтерер, ал жоққа айналсаң, ол сені бүкіл бәрі етер. Өзін мыжған қолға да қош иісін қалдырып кететін гүл сияқты болыңыз.